iPhone 12 мен коронавирусты көруге болады ма? Apple'дың кейінге қалдырған жобасы. Алда білетін боласыз. Дегенмен алдағы қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп ал. Біз бастаймыз. Үшінші дүниежүзілік соғыс, теңгенің құлдырауы және коронавирус. 2020 жыл өзіңіз көргендей бәрімізге оңай басталмады. Бірақ Құдайға шүкір, әлемде үлкен корпорациялардың құлдырағандарымен қатар көтерілгендер де бар. Кім деп ойлайсыз? Ол әрине Apple. Олар бұл кризистен компанияның құнын жоғалтса да, оларға бірақ бәрібір сияқты. Өткен түнде кенеттен бүкіл әлем үшін Cupertino корпорациясының смартфондары өзінің жаңа желісін жариялады. Дегенмен тарихтағы алғашқы жаңа iPhone 12 тек бюджеттік бағада бағытталған. Дегенмен барлығын кезегімен айтайық. Бірінші көзге Apple'дың жұмыстары нашар көрінеді. Коронавирус кезінде электроникалардың гиганты, яғни Alibaba десек болады, өз акцияларының 50%-ін жоғалтты. Бір акцияға $337-ден $200 дейін. Бірақ Cupertino'да коронавирустың ең белсенді қорғанысын таңдады. Анонс iPhone 12 тек күзде ғана күтілген еді. Тим Кук ештеңе айтпай планетаны таңғалдырды деп айтуға болады. Өйткені әдетте Apple Стив Джобс атындағы театрда ауқымды презентациялар өткізеді. Бұл жолы Тим Кук пен корпорацияның басқа да өкілдері өз үйлерінде болып, Instagram'ның тікелей эфирінде Apple'дың таныстырылымын өткізді. Міне бізде iPhone 12 4 камералы болады. 3 классикалық камерасы өткен модельден алынса да кішігірім жетілдірілген. Мысалы, стандартты телефон камера 12 мегапикселден 13-ке дейін жаңартылды. Сонымен қоса 8К видео түсіру қолдауына ие болды. Макро және панорамаға арналған камера өзгеріссіз қалыпты. Енді максималды жақындаған кезде жаңа iPhone'ды қалта микроскоп ретінде пайдалануға болады. Бірақ қазір iPhone диаметрі 12 микрометр болатын бөлшектерге дейін түсіре алады. Бұл дегеніміз кез келген затта немесе медициналық маскаларда коронавирустың бар жоғын анықтап тексеруге болады деген сөз. Бірақ нағыз революция жаңа 4-ші камера болды. Apple панорамды түсіруді жаңа деңгейге шығаруды шешті. Жаңа модуль тек бір функцияға ие. Қандай дейсіздер ғой? 360 градусқа панорамды түсіру. Бәрі бұрынғы сияқты солай емес пе? Бірақ функцияны дрон арқылы қоса алады. Дрон жоғары ұшып бір түсірілім жасайды. Содан кейін алынған суреттерді сіздің телефоныңызға жүктейді. Өкінішке орай дронмен басқару әзірге мүмкін емес. Ол тек автоматты түрде жұмыс жасайды. Алайда Тим Куктың айтуы бойынша iOS 14 жаңартуы тікелей эфирде дронды басқаруға мүмкіндік береді. Суретте көріп тұрғаныңыздай бұл модельде дизайн еш өзгермеген. Бірақ Тим Куктың айтуы бойынша ең бастысы ішінде жасырылған дейді. Экран 1,5%-ға жарық, 2%-ға жұқа болды. Бұл экран топ-тач жаңа технологиясының арқасында кез келген басылған саусақты таниды. Бұл белгілі бір қосымшаның іске қосылуын саусақтардың біріне қоса аласыз дегенді білдіреді. Мысалға, экранды бір рет түрту арқылы YouTube'да ашып, біздің каналға жазыла аласыз. Көптеген функциялар әзірге қолжетімсіз, бірақ тағы да iOS 14 нұсқа телефонның мүмкіндігін толығымен ашады. Судан қорғауда жаңа деңгейге көтерілді. iPhone 11 Pro Max-ті 8 метр тереңдікке батыруға келсе, iPhone 12 таза судың арқасында 100 метрге дейін суға түсуге қабілетті. Онымен қоса камераның функциялары сақталады. Презентация кезінде Тим Кук өзінің жақын досы Джеймс Кэмеронның жаңа iPhone-да су асты фильмдерін түсіріп жатқанын хабарлады. Кэмерон бұған дейін Мариан ойпатына батып кеткен еді. Ал қазір ол Кариб теңізі туралы деректі фильм түсіріп жатыр. Ол әрине iPhone 12 мен. Өкінішке орай ылғалдан барынша қорғану үшін телефонның камерадан басқа барлық функциялары өшеді. Бірақ соған тұрарлық рас емес пе? Флагманның сыртқы бөлігі де жоғары деңгейде. Тарихта алғаш рет графикалық карта ретінде чип қолданылды. Бұл негізі компьютерлік видеокарталарда қолданылады. Сонымен Тим Кук өз трансляцияларында iPhone 12-ге 4К разрешениеде іске қосылатын жаңа Call of Duty Warzone-ды көрсетті. Өкінішке орай мұндай режимде телефон шамалы қызады. Бірақ бұл айтарлықтай мәселе емес. Apple iHeat революциялық салқындату жүйесін жариялайды. Ол бар жоғы $1200. Сол бағаға ойынды еш қызусыз ойнай аласыз. Бағасына келсек, Тим Куктың айтуы бойынша осы қиын уақытта ақша емес, бастысы бір нәрсе жеу. Сондықтан Apple дүкеніне кіргенде жоғары сапалы жабдықтарды алу үшін 5 килограммды күш бересіз. Суға төзімді десеңіз 4 килограмм.
Ал iPhone 12-нің бюджеттік нұсқасы дәретхана қағазымен тең. Дегенмен Apple тарихында алғаш рет қолданылғандармен де төлем жасауға болады. Бұл әрине жеріміз үшін. Бұл әрине қалжың достар. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Жаңа қызықты видеоларды бірінші болып көргіңіз келсе, каналға жазылып алыңыз. Бүгінге осы.